Мен 22 жастамын. Жігіттіммен жүргенімізге 4 жыл болды. Таяуда жақын қатынаста болып едік. Менің пәктігім білінбеді. Пәктік белгі білінбегендіктен ол маған сенбеді. Мені кінәлады. Маған айтпаған сөзі қалмады. Менің шынымен де кінәм жоқ. Кінәлі болмасаң да өтірік жала жапса қатты жаның ауырады екен. Мен жігітіме екі жаққа кетейік. Сен маған сенбесең, ары қарай бірге жүрудің қажеті жоқ деп едім. Бірақ ол мені жақсы көретінін айтып кетпеді. Оның үстіне ол мені анасымен таныстырған еді. Үйленеміз деп шешіп қойғанбыз. Ал менің үйімдегілер жігітімді жақтырмайтын. Құрбыларым да осыған лайық емес деп бәрі менің құлақ етімді жейтін. Оның үстінен жігітімнің тұрмыстық жағдайы да мәз емес. Ол менің құрбыларыммен араластырғысы келмейді. Достарыммен бірге ешқайда жібермейді. Бірде тіпті құрбыларымның көзінде ол мені балағаттап, маған қол көтерген. Ауыр сөздер айтып боқтады. Мен ұяттан өліп қала жаздадым. Осыдан бірнеше күн бұрын ол маған сен пәк болмасаң да мен сені алатын болдым деп міндетсінеді. Бұл сөзді естігенде төбемнен мұздай су құйып жібергендей болды. Жүрегім қатты ауырды. Мені түсінесіздер ме? Қатты қиналып кеттім. Осы жағдайдан кейін бар батылымды жинап, оған кет дедім. Арамызда бәрі біткенін айттым. Мен оған бір көргеннен ғашық болып едім. Қатты қателесіппін. Қатты өкінемін. Бәріне өзім кінәлімін. Енді болашағым не болмақ? Қалай өмір сүремін? Қыздар, егер сіздер жігіттеріңіз сондай ұсыныс тастаса, мүлдем келіспеңіздер. Ақ босағаны пәк болып аттау әрбір қыздың абыройы екенін білсеңіздер ғой. Тіпті пәктік белгісі шықпаса да, мен сияқты таяқ жеп, боқтық сөздер естіп жүргенше, жігітті гинекологқа барып, сол күні дәлелдеу керек екен. Бірақ оған сенетін де сенбейтін де жігіттер болады. Әр жігіттің санасы әртүрлі екен. Сол үшін көзі ашық, көкірегі ояу, өздеріне сенімді, оқыған мықты ер азаматты кездестіргеніңізді қалаймын. Ал сіздің ойларыңыз қалай?